соның ішінде қазір біздің арамызда тарап жүрген хадисті оқып берсем, соған қатысты имамдарымыз не дейді? Тағы да бұл жерде имам Ибн Хаджар Ал-Асқалани рахмахуллах әлгі әлсіз, өте әлсіз болған хадистердің ішіне, тоқыма хадистердің ішіне бізде өкінішке орай кең тарап жүрген хадисті кіргізеді. Ол әлгі Раджаб Алланың айы, Шаабан менің айым, Рамазан үмбетімнің айы деген осы хадисті келтіреді. Бұл хадистің негізі жоқ. Бұл хадисті дәлелге келтірудің ешқандай қажеті жоқ. Ол өте әлсіз болған хадис. Міне әлгі әлсіз хадистер дейді. Соның ішінде 7-ші хадис: Хадису Раджаб шахруллах ва Шаабану шахри ва Рамадану шахру уммати. Раджаб Алланың айы, Шаабан менің айым, Рамазан менің үмбетімнің айы дегенді ол кісі айтады. Хуа санадун мураккаб. Бұның әлгі хадисті жеткізушілердің санады деді, ойдан құрастырылған санат деді. Ойдан құрастырылған санад бұл яғни жалпы тоқыма хадис екендігін осы жерде имам Ибн Хаджар Ал-Асқалани рахмахуллах айтып кетеді. Одан кейін соған қатысты ұзақ келген хадистері бар екен, оның барлығы жалпы әлсіз екендігін айтады. Одан кейін біздің қазір арамызда тарап жүрген хадис мына хадис 14-ші хадис ретінде келтіреді. Әлгі Табиюн Аджаб фима варада фи фадли Раджаб деген кітабында 14-ші хадис келтіреді. Әлсіз хадистерді санап береді. Әлгі бірінші дәлелге жарайтын 2 хадисті келтіреді. Ол жерде жалпылама келген. Нақты мынанша күн ораза тұтсаң деген нәрсе жоқ. Яғни әлгі адамдар бұл ұмытып қоятын ай, Шаабан, Раджаб пен Рамазанның арасында дегенде, Раджабтың ішінде мынандай ораза тұтсаң, мынандай деген сөз жоқ. Одан кейінгі әлгі харам айларында ораза тұт деген ол жалпылама келген. Ал енді жеке келген хадистерге тоқталады. Соның ішінде мына 14-ші хадис: Мән сама яуман мин Раджаб кана касиями сана. Кімде-кім Раджаб айының бір күнін тұтса, бір жыл ораза тұтқандай болады деді. Ва мән сама саб'ата айямин ғулиқат анху абуабу джаханнам. Кім 7 күнін тұтатын болса, оған тозақтың есіктері жабылады. Ва мән сама тhamанията айямин футихат лаху тhamанiyatu абуабил джанна. Кім 8 күн тұтатын болса, оған жәннаттың 8 есігі ашылады деген. Ва мән сама 10 айямин лам яс'алиллаха шай'ан илля a'тах. Кім 10 күн тұтатын болса, Алладан не сұраса да береді. Ва мән сама 15 яуман нада мунадин фис самаи қад ғуфира лака ма салаф. 15 күн тұтса, шақырушы аспанда шақырады деді, сенің алдыңғы істеген күнәлердің барлығы кешіріледі. Фастани фил амал, амалың жалғастыра бер. Ва мән зада задахуллах. Кім тағы да қосса, оған тағы да жақсылығын қосады дейді. Және ва фи шахри Раджаб хумила нухин ас-сафина фасам. Нух кемеге мінді, ораза тұтты, және жандағыларға ораза тұтуға бұйырды деген осы хадиске қатысты айтады. Имам Бухари оны Дуафа кітабында келтірген дейді, және оның санадындағы адамдар жайында Кәззабаху Ибн Хиббан, Ибн Хиббан жалғаншы деп айтқан дейді ішіндегі кейбір адамдарды. Абдул-Азиз ибн Саид ан абихи осы хадис жайында. Одан кейін ва ажма аля аиммату аля дафи, бұның әлсіздігінде ғұламалардың арасында бір ауыздан келісім бар дейді. Және тура сол секілді тағы бір риуаят: Раджаб ұлы ай, онда сауаптар еселенеді. Ол айда кім бір күн ораза тұтса, бір жыл ораза тұтқандай болады. Кім 7 күн тұтса, оған тозақтың 7 есігі жабылады. 8 күн тұтса, 8 есігі ашылады деген осының барлығын тағы да келтіретті. Одан кейін ол кісі бұл хадисінде әлсіз екендігін осы кітабында айтып кетеді. Әлсіз болғанда да, яғни әлгі дәлел болуға жарамайтын деңгейдегі өте әлсіз хадистер. Имам Ибн Ал-Джаузи Ал-Маудуат, тоқыма хадистер деген кітабында да осы мәселені айтып кетеді. Соның ішінде, яғни салатун фи Раджаб, Раджаб айындағы намаз деді. Ол осы рағайб түніндегі намаз деп кейбіреулер WhatsApp-тан сообщениеден жіберіп жүр.
әлгі мынанша намаз оқысаң, оның фатихадан кейін ықыласты мынанша рет оқысаң, мынанша қылсаң, одан кейін мынанша рет тәсбих айтсаң, былай болады деп келетін осындай хадистер таратып жатыр. Оның барлығы жалпы бұл тоқыма жалған хадистер болып табылады. Енді кім ораза тұтам десе, ол жалпы харам айларында ораза тұту мәселесі біз қазір көргендей ғұламаларымыздың келген мәселе. Көп ораза тұтуға болады, бірақ Рамазанға ұқсап қалмау үшін толығымен бағанағы 30 күнін ораза ұстауға болмайды. Арасында күндер жіберу керек. Ал енді мынау 7 күн тұтсам мынандай болады, 8 күн тұтсам мынандай болады деген мәселе бұл негізі жоқ мәселе болып табылады. Соның ішінде мынау وَمِنْهَا صَلَاةُ الرَّغَائِبِ рағайып намазы, яғни бұл да әлсіз, ішінде мысалы ішіндегі риуаятшылар жайында айтады. فَنَسَبُوهُ إِلَى الْكَذِبِ он жалғаншы деген біреуін, екінші біреулер رِجَالُهُ مَجْهُولُونَ белгісіз, сенімсіз, таныс емес адамдардың риуаяты деп, бұл намаздың да дінімізде негізі жоқ екендігін айтады. Яғни бұл жерде имам Ибн Хаджар Асқалани қанша мына жерде 22, 23, 24, 25, яғни бірнеше 30 шақты келген, немесе 30-дан да көп екен. Бұл жерде 38 хадис келтіреді. 38 хадис. Соның ішіндегі әлгі 2 хадис ғана ол жерде тікелей келмеген. 2 хадис ғана сол айдың артықшылығын білдіретін хадистер дейді. Ол жерде де жалпы бұл айды ерекшелемеген, оны харам айларға кіргізеді. Ал мынау 8 күн тұтсаң мынандай болады, 9 күн тұтсаң мынандай болады деген секілді нәрсе бұл негізі жоқ хадистерде келетін хабарлар. Иншалла